Сәлем баршаға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жұмсақ болған балды, яғни медовикті қалай дайындау керектігін үйренетін боламыз. Керекті ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ең бірінші, орташа қысып тұрған отта маргаринімізді, яғни сары майымызды салып, үстінен жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап сары майымыз ерігенше, осылай бір демасса болғанша осылай араластырамыз. Оның үстінен балымызды салып, одан соң бізде 1,5 шай қасықта ас содасын, яғни пищевая соданы қосып жібереміз. Мінекей, пищевая соданы қостық, ас содасын. Енді барлығын бір демаста болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Тез осылай араластырып тұрыңыздар. Мінекей, бізде уже түсі өзгеріп жатыр. Мінекей, осылай кішкене массамыз үлкейеді. Және де оны оттан алып, бөлек ыдысқа немесе сол ыдысқа дайындай берсеңіздер болады. Және бізде ұнымызды саламыз. Онда аз-аздан қосып, осылай қою болғанша, яғни қамыр болғанша осылай араластырамыз. Қалған ұнымызды да қостық. Енді міне қою болды. Оны енді осындай қамыр етіп илейміз. Жұмсақ болып шығатын болады қамырымыз. Мінекей, дайын болды қамырымыз. Енді оны өздеріңізге ыңғайлы мөлшерде осылай суалаларға кесіп алатын боламыз. Мен 8 суал етіп кесіп алдым. Енді домалақтап суал етіп жасап аламын. Осылай қолға жабыспау үшін онды сеу-сеу жіберсеңіздер де жақсы болады. Мінекей, бізде барлық суалаларымыз дайын. Енді оны бір ыдысқа астына ұнды сеу жіберіп, барлығы теріп, осылай әдемілеп. Оның үстіне майчка жабып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Мінекей, менде уже жарты сағат өтті. Енді осылай пергаменттің үстіне әдемілеп жұқа етіп жайып аламыз.
Мінекей жайып болдым. Енді оны өздеріңіз қалағандай формада кесіп алсаңыздар болады. Және де духовкада бір 10-15 минутте осылай пісіріп аламыз. Ал шетін үстіне себуге алып қоямыз. Мінекей өте жұмсақ болып піседі. Менде осындай форма кондитерлік дүкендерде бар. Мінекей енді оны суығаннан соң осылай аламыз. Мінекей менде барлығы пісті. Енді кремін дайындайтын боламыз. Мен заварной крем әзірледім. Оған осылай сүтімізді, менде 1 литр сүт. Және ұн қосып, кішкене қант қосып жіберіңіздер. Ал менде крем дайын. Енді осылай барлығына бірдей етіп жағып аламыз. Кремді суығаннан соң пайдаландым, және ішіне кішкене менде ақ шоколад қалып қойған еді, соны араластырып салып жібердім. Мінекей барлық жеріне бірдей етіп жағып шығамыз. Және осы реттікте барлығына бірдей етіп жағып аламыз. Егер каналым сіздерге ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, подписаться болуды ұмытпаңыздар. Ең соңғысы менде кішілеу. Өйткені крем аққан кезде тікелей астына емес, осылай шетіне қарай ағатын болады. Мінекей енді шетіне жағып шығамыз қалған кремдерді. Мінекей жаңа шетінен артып қалған осылай корждарымызды майдалап аламыз. Және ең бірінші шетінен бастаймыз. Мінекей менде уже барлық жеріне сеуіп болдым. Балды тортымыз дайын, енді бұны 1 күнге холодильнигімізге салып қоямыз. Мінекей 1 күн өтті, сіздерге арнайы түсіріп көрсетейін дедім. Балды тортымыз өте дәмді және өте жұмсақ болып піседі. Және бұған ондай көп ингредиенттер де қажет етпейді. Мінекей көрсеңіздер де болады. Шаймен ішкенде күшті кететін болады. Егер сізге каналым ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.